Сәлеметсіздер, таби. Және бүгінгі видео менің продуктивті күнім деп аталады. Көргеніңізде мен тұрып, бетімді жуып, таңғы процедуралар істеп алдым. Енді кезекте жүгіру. Біз подругалармен жүгіреміз дейміз, олар қазір үйретіп жатыр. Қазір сонымен бірге жүретін боламыз. Біреудің мысығын құтқарды, ағаштан түсіріп десем өтірік болып кетеді, енді өзі тұсылып болды. Ана жерге түсті именно алған. Иә. Біз үйге қайтып бара жатырмыз, достар. Ойбай. Мен басым жумаған себебі, потому что кеше жуынғанмын да мен. И бүгін терлегеннен кейін тек үстімді жуа салдым. Басым таза. Мен негізі күнде жуа бермеймін басымды. Таңғы асқа көшейік. Мен үйге келдім. Так, менің немде өзім құраған күнтізбемде не бар еді да? Обед бар еді, бірақ бағана базардағы кіргенбіз ғой. Сода көжештікте қазір мен қарным кәдімгідей тойып тұр мынадан. Сол үшін lunch отменяется, lunch. Бірге 10 минут қалды. Қазір ұйықтайтын шығармын сол. 1 сағатта ұйықтап. Өйстіп жатыр менің бүгінгі күнім. Басы күшті басталды, но қазірге не очень, потому что бекерге барып келдім. И барғанға дейін подругаларым ешқайсысы жоқ, келесі қайта көрсететін боламыз. Это у нас бонусное видео. Негізі мен бүгіннен бастап правильное питание ЗПП дейді ғой, соған отырмақшы едім, но бүгін сол манты істеп жатыр. Ондай тамақтан отказ бере алмаймын мен, кешірім өтінемін. Потому что мен бұл тамақ
көптен бері істелмей бір рет істелінеді да. 2 аптада бір рет, 3 аптада бір рет, даже в айдың ішінде бір рет істелінеді. Я не могу отказать, поэтому түсініп тұрған шығарсыздар. Вот, менің осы күнгі продуктивті күнім өстіп аяқталды. Енді сәл андай бір басқаша аяқталды. Мен ойлағандай емес, но күшті. Басы күшті басталды. Нормально болып келді. Негізі былай айтсақ болады, продуктивті таңым деп. Сөйтіп айтсақ та болады, ну, продуктивті күнім деп айтсам да болады. Енді мен сол үшін менімен бірге осы видео бойы қарап отқандарыңызға рахмет. И мені қолдау үшін осы видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер. Әрине, пока. Всем пока.